Пастор, но Сайрам сам сказал, Сабыржан тойды өзің бастар, потому что он устал 5 дней, не спал, продукты таскал, вот это Эсмералда достал, но он мечтал, чтобы его жена родила сына, шефом назначи меня, перед вами капкарашка тамада, о боже, какой мужчина. Не молодой, он не холостой, он не худой, зато седой. Jiu-jitsu, kickbox, самбо, тайквондо, қазақша күрес, бокс, көкпар, ондай спорттың ешқайсына да қатыспаған. Алдарыңызда просто сайран, той иесі, дастархан иесі, бакличка, Сакош! Өміріңді көркеметер, еркелетер осада. Өміріңді көркеметер, еркелетер осада. Самарышқа. Ола, келіннің бетін ашпай тұрып әңгіменің бәрі мынау ақшада. Басында келіскенде кішкене ұстай тұрайшы. Атайын қолыңа түскесін бауыр басып қаласың. Берекетті бірінші отбасынан түсіп жатқан, халықтың беріп жатқан көрімдігі, берекетін, ырыс несібесін какой-то біреуге алып кеткен дұрыс емес. Бермегесін айта бересің. Енді рұқсат болса осы ақшаны Сәге, сізді өміріңізде бір ақша сұрсаңызшы. Ағайын туыстың атынан осы ақшаны сізге салтанатты түрде табыстауға рұқсат етіңіз. Кетті ма? Рахмет. Кеше осылай бір тойда бетажан ақшасын берген ғой. Сөйтсем той иесі молодец десем 10.000 теңге өттірген. Астында 10.000. Рахмет. Бұл не? Той иесі дедім мен ашыда. Алдырчар той иесі бар. Апау, келіңіз ена, кім? Мәдина квартирадан шықсын. Сіз секілді ана болсын деп маңдайынан бір рет сүйіңіз. Сіз секілді ана болсын деп таңдайынан бір рет түкіріңіз да. Нормально жүрсін деп ішінен бір деміз десең. Қызға қарамайын деп өде бере аласың ба? Өде бере. Көзің жайнап тұрыңыз. Келді жеңетін бір ағамал бар. Айтайын ба? Болашақта керек сенің отбасын сақтауға. Әйелің ренжіді ма? Қарсы сөйлеме. Есіктен шық та қораға кетіп қал. 1 сағат жұмысың бітір, ана успокоится, потом зайдешь. Ренжіді ма? Қораға кетіп қал. Сосын өзің өмір бақи қорада тұрып үйреніп қаласың.